26 хадис зікір. Юсайра, Алла оған разы болсын, Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын, бізге былай деп айтты дейді: ей мұсылман әйелдері, сендерге Субханаллах, ла илаха иллаллах, Субхун қуддусун, Раббул малайкати, ва рух секілді зікірлер өте қажет. Оны айтқанда саусақтарыңды санаңдар, өйткені саусақтарыңнан сұрақ сұралады, әрі сөйлетіледі. Ғапыл болудан сақтаныңдар, мейірімнен жұрдай боласыңдар. Хадиске түсініктеме. Аллах алдында көптеген ерекшеліктерге тән үмбетке жатамыз. Осы ерекшеліктердің бірі ретінде өміріміз қысқа, ақыреттегі пайдамыз мол болатындығын айта аламыз. Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын, үмбетімнің орташа жасы 60 пен 70-тің арасы. Сондықтан қысқа ғана ғұмырда әйтеуір қалай болса солай өткізбеуіміз керек деген. Құлшылық қылу жөнінен әйелдердің өмірі еркектерге қарағанда өте қысқа. Өйткені олар кейбір жағдайларға байланысты құлшылықты орындай алмайды. Олар мұндай жағдайды Аллахты еске алып, уақытты босқа өткізбеуі керек. Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын, тағы бір хадисінде ғапылдық 3 нәрседен тұрады. Біріншісі Аллахты зікір етпеу, екіншісі таң намазынан кейінгі ишрақ уақытына дейінгі уақыт, үшіншісі қарызын уақытында бермей жинау деген. Әрбір адам дене мүшелері үшін садақа беру керек. Дене мүшелерінің шүкірін осылай істегенде ғана өтей аламыз. Күн сайын садақа беру бай адамның өзіне де ауыртпалық түсіреді. Олай болса денеміздің шүкірін қалай өтейміз? Сондықтан да Хазіреті пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын, әрбір Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах жақсылыққа шақырып жамандықтан тыю, әрбір игі сөз бен қайырымды іс садақа болып есептеледі деп садақа берудің жолын білдірген. Олай болса Аллахты зікір еткен сайын сауапқа кенеліп қана қоймай, садақа берген болып есептелеміз. Мұсылман кісі мен Аллахты зікір етемін, садақа бермесем де болады дей алмайды. Мұндай игі сөздер садақа беруге шамасы жетпейтіндер үшін айтылған. Ал мүмкіншілігі бар адамдар садақа беріп қана қоймай, Аллахты да зікір етеді. Аллах тағала Ясин сүресінің 65 аятында ол күні олардың ауыздарын мөрлейміз. Бізге олардың қолдары сөйлеп, не істегендері аяқтары айғақ болады деген. Айтқан зікірі мен тәсбихтеріне саусақтары куәлік етсін деп, мұсылман әйелдерге осы сөздерді саусақтары арқылы орындау керектігін көбірек айтқан. Аллах тағала бәрімізді ғапылдықтан сақтасын, дүние мен ақыретке пайдалы іс істеуді нәсіп етсін. Амин.